Ақ әжемнің алтын сөзі. Бір жылдан соң оқуымды таусам, жолдам алып басқа өмірге ауысам, қалай бастап кетер екем соны деп, ойлай тағатымды таусам. Әр қайсымыз әр тарапқа кетерміз, теңізден алуан ғылым өтерміз, бау-бақшалы қалалармен қоштасып, арман қуып, мақсатқа да жетерміз. Әжем менің 60 асып қартайған, көпті көрген, жанарынан нұр тайған. Алғаш қойды өзіне айтып сырласып, бір күн кеште жанына мен жантайғам. Сонда әжем ақ жаулығын түзетіп, көзіменен өң бойымды күзетіп, бастап кетті өсиет үлгі сөздерін, төгілді нұр жүрегіме тыз етіп. Өмір жолы жас ұрпақтың алдында, әр қадамды байқап баста, жаңылма. Әсіре қызыл тез оңады деді ол. Ақша менен алтынға сен табынба. Сәндік қума, тәртіпті бол әр уақыт. Нәзіктік пен биязылық зор бақыт. Қыз намысы қол жетпейтін биікте, әлде біреу жүрмесін тек сорлатып. Көрмеппін мен дәл әжемдей қайсарды. Оның сөзі жас жүрекке ой салды. Қазақ қызы деген атқа мақтанып, сол бір сәттен бола түстім байсалды.